бір нәрсе айтсақ болады ма? Қайдан білет деген сұрақ бәріне. Иә. Қайдан білет бұлар деген нәрсе бар да? Әрине, мысалы, мен жайындағы ақпаратты қайдан білет, менің болашағымды қалай болжай алады деген сұрақ. Аман қараңыз. Қарапайым. 1500 жыл бұрын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткенде осы нәрсені. Қайдан білет деген нәрсені. Мынандай нәрсе бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Әр адамда, міне қанша адам отыр мына жерде? 8 адам ба? 9 адам. Әр адамның екі иығында періштелер отырады. Кирамун катибин деген мына кісі біледі. Оң жағындағы періште жақсылықты жазады, сол жағындағы періште сіздің жаман жағыңызды жазады, жаман істеріңізді. Олар ол періште еш уақытта сіздің жаныңыздан кетпейді. Сіз жалғыз отырмын дегеннің өзінде олар соны уф деген сөздің өзін жазады. Яғни періштелерден ақпарат ала ма? Енді жоқ, қараңыз, енді ары қарай айтайын. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, әр адамның жанында дейді, бекітілген періште бар дейді. Орысша айтқанда ангел-хранитель дейміз ғой. Олар сендерді жақсылыққа үндейді дейді. Одан кейін төртінші зат бар жаныңызда. Туғаннан бастап, аман сіз тудыңыз ғой, құрсақтан шыққан кезде Алла тағала сіздің жаныңызға жынды бекітеді. Жын әлем, бағана айтып отырмын, жындар мен адамзатты өзіме құлшылық ету үшін жараттым дейді ғой. Жынды сіздің қасыңызға бекітеді, ол жын сізге тек қана жамандықты үгіттейді, періште жақсылықты үгіттейді. Ол сынақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, менің жыным дейді, маған бекітілген жын, Алланың қалауымен маған бағынды, ол тек қана маған жақсылықты үгіттейді. Сіздерде ондай емес дейді. Енді қараңыздар. Бұл кісі сияқты экстрасенс, балгер, тағы басқа, олардың жанында үлкен жындар жүреді. Алып жын, былай қарағанда, адамдардың арасында алып мықты денелі жігіттер бар ғой, тепсе темір үзетін, бір ұрған кезде жағын сындырып тастайтын. Тура сонда жындардың арасында да бар. Дәуірі жүріп тұратын жындар бар арасында. Сол жындар, міне отыр, мысалы, қазір мына жерде қанша адам отыр, жындар отыр. Ол шариғат солай, ол дін айтып отыр. Яғни заманның жыны мықты. Қараңыз, мәселе ода емес. Мәселе қазір олар жынданып отыр, қазір мына шындықты айтып отыр, көп адам түсініп қалады деген сияқты. Енді қараңыз, қайдан біледі? Менің жанымда жын бар ғой? Иә. Ол қазір бәрін тыңдап отыр. Ана кісінің жанында дәу жыны бар. Оның жыны маған дәуір өтеді, менің жыныма. Сөйтіп айтады, ардақтың жыны, аты бар олардың. Ананың бүкілін бәрін айтып бір, шырамы қай жерде, өткені қай жерде, қанша баласы бар. Анамы жындар 1000 жылдан астам өмір сүреді. Біз 60-65 жылған өмір жүретінбіз, жылда одан көп өмір сүреді. Жақсы, Ардақ. Енді сол қараңыз. Олар өткенді ғана айта ма, жоқ? Жындар болашақ туралы ақпарат бере ала ма? Олар өткеннің бәрін айтып береді. Бұл кісі бәрін сосын маған айтады. Қараңыздаршы, мен мысалы мына жерде тұрам, менің жыным, мен мысалы Алла сақтасын, балгер болатын болсақ, Алла сақтасын. Ана жерде бір шашы тақыр кісі отыр екен, сол кісіні шақырыңдар маған деп. Мен оны көріп тұрған жоқ, өйткені маған жыным айтып тұр, ана жерде кісі отыр деп. Ана, ойбай, ана жерде мені танып қойды ғой, қайдан білді? Мынау мықты екен. Мына кісілердің бәрі соған вестиция етеді, былай айтқанда, сене бастайды. Ардақ мықты екен деген сияқты әңгімені. Мәселе осыда, психологтар ғой бәрі. Адаммен қалай жұмыс істейтін бәрін бұлар білет жақсы. Заманның өзіне сұрайықшы, заман сенің жының расында да мықты ма? Жоқ, бұны қараңыз енді. Болашақ туралы айтайын. Болашақты қайдан білет деген кезде пайғамбар тағы да саллаллаху алейхи айтады. Мына бағана ағамыз айтады, жұлдыз деген. Алла тағала айтады, қазақ жақсы қолданған жұлдызды жол табу үшін, солай емес пе аға? Алла тағала айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадистерінде айтады, жұлдыз 3 мақсатта ғана жаратылды дейді. Біріншісі жол табу үшін, екіншісі әдемілік үшін, үшіншісі жындарды атқылау үшін дейді пайғамбар саллаллаху алейхи айтады. Жындарды атқылау үшін не үшін? Пайғамбар айтады, балгер отырады дейді былай. Отырады, алдына кім еді аты? Заман. Заман деген жігіт келеді. Заман деген жігіт келген кезде балгер сұрайды, так, заман туралы не білесіңдер? Болашақ туралы сұрап жатыр. Өткен кеткенін айтып бердім. Енді болашақ туралы айтыңдаршы деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи айтады. Жындар бірінің үстіне бірі мініп дейді, аспан әлеміне барады дейді, бірінші қақ аспанда. Ол жерде періштелер дейді, сол заманның тағдырын жазып жатады. Соны олар барып естиді. Сөйтіп естіген кезде бірінен соң бірі айтып жеткізе бастайды ана балгерге. Сол кезде жеткізбеу үшін періштелер Алланың қалауымен сол жұлдызбен жындарға атады дейді. Жындардың көбісі өледі. Жеткені жетіп, барып, сол балгерге барып айтады, анау заманның осындай болашағы бар екен деп, пайғамбар саллаллаху алейхи айтады. Сол бір шындыққа дейді, 100 өтірік қосып айтады дейді. Қараңыздаршы. Сол себепте балгерге барған кезде, сіздер туралы болашақ айтқан кезде, бір нәрсесі келеді, қалған бәрі өтірік болып шығатыны сол. Ардақ мырза, сіз бүкіл
экстрасенстер мен балгерлер және көріпкелдердің құпиясын айтып қойдыңыз ғой қазір. Енді қараңыз, енді тағы бір үлкен құпия айтайын ба? 1500 жыл бұрын айтып Үлкен құпия айтайын ба? Мен балгерлер туралы және де астрология туралы жарты сағаттық документальный фильмдер түсіріп шыққам. Алдыма любой экстрасенс келсінші, иә? Мен туралы айтып бер деген кезде алдыма любой экстрасенс келсін. Аятул Курси оқысам, ештеңе деп айта алмайды. Мен өзім практикамда болған. Бүкіл балгерлер мен экстрасенстер алдаушылар, алаяқтар. Әрине, міне Шындармен тура сөйлесетін. алдау ма деген алдау. Алдау ғой, иә? Алдау.